Бәріне сәлем оқушылар, мына бір есепті бірге шығарып көрейік. Бұл есеп шығым тақырыбына байланысты, сондықтан мұқият қарап отырыңыздар. Йод пен сутек әрекеттескенде 38,4 грамм йод сутек қышқылы алынған. Бұл теориялық шығымның 60%-ын құрайды. Реакцияға алынған йодтың массасын есепте деген екен. Енді біз бірінші мына жерден теориялық массаны табу керекпіз. Бізде берілген 38,4 грамм ол практикалық масса. 38,4 грамм практикалық масса болғандықтан оны 60% деп алсақ, теориялық масса бізде белгісіз x деп, оны 100%-ға тең деп алсақ болады. Осылай пропорция арқылы x-ті табамыз. 38,4-ті көбейтеміз 100%-ға, бөлеміз 60%-ға. 38,4-ті 100-ге көбейтіп 60-ға бөлетін болсақ, 64 грамм шығады екен. 64 грамм. Енді келесі біз реакция теңдеуін жазамыз. Йод қосылған сутек нәтижесінде H йод шығады. Реакцияны теңестіру үшін H йодтың алдына 2 қоямыз. Кейін осы H йодтың массасын жазамыз үстіне 64 грамм. Астына майырлық массасын жазу керекпіз. Йод бізде 127, оған 1 қосамыз 128. Алдында 2 деген коэффициент бар, оны көбейтеміз, сонда 256 болады екен. 256. Табу керек затымыз бізде йодтың массасы, сондықтан йодтың үстіне y деп алайық. 127-ні 2-ге көбейтсек 254 болады. Сонда y-тен болады 254 көбейтілген 64 бөлінген 256. Бұл жерде жауап 63-те 5 грамм болады. В вариантта. Егер есеп түсінікті болса, лайк басып комментарий жазып кетеміз.